Саламатсыздар ма, оқушылар? Қазақ тілі пәні бойынша сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы көшпенділер мәдениеті. Сабақтың мақсаты әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру. Сабақтың алғашқы кезеңіне көшеміз. Серпілген сауал, белсенді әдісі арқылы бірнеше сұрақтар қойылады. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: көшпенділік дегенді қалай түсінесіңдер? Екінші сұрақ: ата қоныс және туған жер ұғымдарының айырмасы бар ма? Үшінші сұрақ: көшпенділердің жайлау мен қыстауды таңдау ерекшеліктері жайында қандай ой түюге болады? Сұрақтарға жауап беріңіздер. Сұрақтарға жауап бергеннен кейін сабағымыздың келесі бөліміне көшеміз. Жазылым тапсырмасы. Жазылым тапсырмасын орындау үшін біз ой шақыру белсенді әдісі арқылы жұмыс жүргіземіз. Астана қаласында көшпенділер мәдениеті атты көрме өтіп жатыр дейміз. Сіздер сол көрменің қатысушысыздар. Көрмеде көптеген көшпенділер мәдениеті, көшпенділердің салт дәстүріне қатысты, көшпенділердің зергерлік, басқа да заттарына байланысты заттар, фотолар қойылған. Соған қатысты өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісіңіздер. Және де сіздерге көшпенділер өркениеті атты видеоны тамашалауды ұсынамын. Ал қазір біз текті көшпенділер өркениеті жайлы дайындаған арнайы бейнематериалға кезек береміз. Бұл этноауыл көшпелілер өркениетіне сыр шертеді. Астана маңындағы мыңжылдықтар көшпелі өркениет фестивалі биылда елордалықтарды көптеген сый тартуымен қуантты. Жиналған жұртшылық көшпелілердің көп ғасырлық бай мәдениетімен танысып қана қоймай, сәндік қолданбалы өнер жұмыстарының жасалатындығына да куә болды. Бұл көрменің мақсаты да халыққа өзіміздің қазақтың қолөнерін таныстыру. Ал біздің жасайтын заттарымыз ер-тұрман жасаймыз, қылыш, қанжар, айбалта, қамшылар жасаймыз. Қамшының өзін қазір бізде қасиетті деп есептелінеді. Қаз-қатар тігілген ақшаңқан үйлер мен қолөнер шеберлерінің жұмыстары қойылған көрме халқымыздың ұлттық айшықтарын айқындайды. Мұндағы әр жәдігердің тарихы тереңде. Оңтүстік Қазақстан облысына фестивальге келген Әшірбек Желдібаев таза күмістен жасаған ұлттық бұйымдарды әкеліпті. Әр бұйым өзіндік ерекшелігімен қызық. Сондықтан да елорда мерекесіне тарту еткенді жөн көріпті. Өзімнің істеген зергерлік және де авторлық өзімнің жұмыстарымды осы Астана күніне тарту ретінде көрмеге алып келіп отырмын. Бұл жерде мен 11-12 зат алып келіп отырмын. Оның ішінде қанжар да бар, кездік те бар, шарап жиынтығы бар, торшықтар бар, шашбауы деген сияқты өзіміздің қазақ халқына тән жұмыстарды осы көрмеге алып келіп отырмын. Көрмеден бөлек елорда қонақтары мен тұрғындары көшпелі цирк қойылымдарының куәсі болды.
Сонымен қатар батырлардың да өнеріне таңдай ағысып, жылқыны жүгендеген өнер шеберлерінің шеберлігін тамашалады. Қара домбырадан күмбірлеп шыққан қоңыр күйге елетіп, әуезімен құлақ құрышын қандырды. Міне, бағзы кезеңдерді қайта оралтқан фестиваль ерекшелігі осындай болды. 8-ші рет қатарынан өткізіліп тұрған мәдени шара жұртшылық көңілінен шықты. Жақсы, ой шақыру кезеңіне де өттік. Сіздерге бұл жазылмалды дайындық жұмыстары болатын. Келесі кезеңге өтеміз. Сіздерге берілетін тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Күнделік жазыңыз. Сіздер осы көрмені тамашалауға келген 7-ші сынып оқушыларсыздар. Мұғалім сіздерге көшпенділер өмірінен алған мәліметтеріңізді күнделікке түсіруді тапсырды. Тапсырма көлемі 80 сөз. Екінші тапсырма. Интервью жазыңыз. Сіз өзіңізді осы көрмеге келген журналист маманмын деп ойлаңыз. Сіздің сұхбат алушыңыз көрмеге келген 7-ші сынып оқушылары. Көшпелі өмір насихаттаушы 7-ші сынып оқушылары мен тілшінің рөліне еніп, интервью жазыңыз. Көлемі 80 сөз. Үшінші тапсырма. Қиял ғажайып әңгіме жазыңыз. Сіз уақыт машинасы арқылы көшпенділер заманына тап болдыңыз. Сондағы әсеріңізді әңгімелеп жазыңыз. Сөз саны 80 сөз. Бұнда ескертетін жайт. Оқушы қалаған тапсырманы орындай алады. Тапсырманы орындау үшін сіздерге көмек беріледі. Анықтама бұрышы. Күнделік жанры, интервью жанры, әңгіме жанры. Күнделік жанры қалай жүзеге асады? Француз жазушысы Жюль Ренар күнделік адам жанының айнасы деген. Ал сұрақ-жауап KZ сайтында Айдана есімді бойжеткен күнделікті өмірің. Әрбір адам өзіне күнде есеп беріп отырса, өмірде қателігі аз болады. Күнделік сенің сырласың, әрі досың деген. Интервью жанры. Көсемсөз жанры журналистің бірнеше адаммен қандай да бір өзекті мәселе төңірегінде сұхбат жүргізуі. Интервью барысында белгілі бір оқиғаның, құбылыстың мән мазмұны, маман әңгімелесу үшін түсіндіруі, айтуы бойынша терең ашылады. Интервью жанры негізінен хабарламалы интервью және түсіндірмелі интервью болып екіге бөлінеді. Әңгіме жанры оқиғаны қара сөзбен баяндайтын шағын көркем шығарма жанры. Тамаша. Бағалау критерийлері. Көшпенділер мәдениетіне қатысты жүйелі жоспар құру. Жанрына сай жазба жұмыстарын орындайды және ойын еркін жеткізу. Дескриптор. Жоспарды жүйелі құра алады. Мәтінді жанрына сай жаза алады. Жұмыс стиліне сай ойын еркін жеткізе алады. Сабақтан кейінгі кері байланыс. Бүгінгі сабақтан алған 3 маңызды ақпарат. Бүгінгі сабақта қиындық тудырған 2 аспекті. Бүгінгі сабақта ұнаған бір іс-әрекет. Үй тапсырмасы сіздерге берілетін көшпенділер мәдениеті жайлы
эссе жазыңдар.